Rolls-Royce туралы 10 дерек. Rolls-Royce Motor Cars Limited 2003 жылдан бері BMW AG еншілес кәсіпорны ретінде Rolls-Royce маркалы автокөліктердің эксклюзивті өндірушісі ретінде жұмыс істейтін британдық сәнді автомобиль өндірушісі. Компанияның әкімшілік және өндірістік штаб-пәтері Гудвудтағы Гудвуд үйінде орналасқан. Батыс Сассекс, Англия, Біріккен Корольдік. 1906 жылдан 2003 жылға дейін автокөліктерді Rolls-Royce Motors компаниясы Rolls-Royce брендімен жасап шығарды. BMW AG еншілес кәсіпорны Rolls-Royce Motor Cars 2003 жылға дейін шығарылған Rolls-Royce маркалы көліктермен тікелей байланысы жоқ, тек қысқаша жеткізілген құрамдас бөліктер мен қозғалтқыштардан басқа. Volkswagen AG компаниясының Bentley Motors Limited еншілес кәсіпорны Rolls-Royce Motors және BMW басқаратын кәсіпорын 2003 жылдан аралығында Rolls-Royce және Bentley маркалы автомобильдер шығарған Rolls-Royce Motors және басқа да бұрынғы кәсіпорындардың тікелей мұрагері болып табылады. Rolls-Royce брендімен бірге. BBC Rolls-Royce'ты әлемдегі ең танымал белгішілердің бірі деп атады және Rolls-Royce'ты атауы ағылшын тілінен артықшылық ретінде кірді. 1987 жылы жүргізілген маркетингтік сауалнама тек Coca-Cola ғана Rolls-Royce'ға қарағанда кеңінен танымал бренд екенін көрсетті. Компанияның көліктер қатарында 2003 жылы алғаш рет ұсынылған 4 есікті салон Phantom, сонымен қатар оның кеңейтілген доңғалақ базасы, 2 есікті купе және конверттелетін нұсқалары бар. Кішірек Ghost 4 есікті салоны, Ride 2 есікті купе, Cullinan жол талғамайтын көлігі және алдағы 2023-те Spectre бірінші толық электрлік Rolls-Royce күтілуде. Rolls-Royce Motor Cars Limited 1998 жылы BMW компаниясы Rolls-Royce Holdings PLC компаниясынан Rolls-Royce бренді мен логотипіне құқықтарды лицензиялап және экстази рухына құқықтарды алғаннан кейін BMW компаниясының толық еншілес кәсіпорны ретінде құрылды. Сонымен қоса Volkswagen AG фирмасының Rolls-Royce торы пішінді сауда белгісін алды. Rolls-Royce Motor Cars Limited 2003 жылдан бері Rolls-Royce маркалы автокөліктерді шығарады. Қазіргі бас директор Торстен Миллер Отвиос компанияға 2010 жылдың қаңтарында Rolls-Royce'ты танымал еткен сапа стандартының қалпына келтіруге уәде беріп қосылды. Сол жылы Қытайдағы сатылым 600%-ға өсті. Бұл оны компанияның ақш-тан кейінгі екінші ең үлкен нарығына айналдырды. Сату бойынша барлық уақыттағы ең жоғары рекордқа 2005 жылдан бастап 2018 жылы 4107 автокөлікке қол жеткізілді. 2014 жылғы сатылымдарды 44 көлікке басып озды. 2011 жылы Rolls-Royce Motor Cars Limited 3538 көлік сатқан. Бұл 2010 жылмен салыстырғанда 31%-ға артып, 1978 жылғы алдыңғы сатылым рекордын басып озды. Сатудың күшті өсуі Азия тынық мұхит аймағында, Ұлыбританияда және Таяу Шығыста сатылды. 2014 жылы компания балаларға қатыгездіктің алдын алу жөніндегі ұлттық қоғамға қаражат жинау үшін аукционға қойылған Пэддингтон фильмі шыққанға дейін Лондонның айналасындағы орналасқан 50 мүсіннің бірі болып табылатын Rolls-Royce тақырыбына арналған күміс түсті Пэддингтон аюы мүсінін жобалады. Назарларыңызға рахмет.